Қайырлы күн достар. Бүгін біз самса дайындаймыз. Терең ыдысқа жылы су құйып, оған тұз қосып, тұзы ерігенше араластырамыз. Аз-аздан електен өткізілген ұн қосамыз. Ерітілген сары май қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бетін жауып, 30 минутқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша начинкасына кірісеміз. Туралған сиыр етіне пияз, картоп, дәмдеуіштерімізді қосамыз. Тұз, қара бұрыш, етке арналған дәмдеуіш, 50 мл су құйып араластырамыз. Дайын қамырды екіге бөлеміз. Кішкентай бөліктерге бөліп, шар тәрізді форма береміз. Қамырды домалақ етіп билеп, ішін начинкамен толтырып, сары май салып, екінші қамырымен жабамыз. Видеода көрсетілгендей самсаларымызды істеп, бетін жұмыртқаның сарысымен жағып, кунжут себеміз. 190 градус қызып тұрған духовкаға 40 минутқа қоямыз. Біздің самсаларымыз дайын болды. Ішінде сорпасы бар. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Рецепті ұнаса лайк басып, каналыма жазылыңыз.